Армағайын, ТВК телеарнасында 13 регион сіздермен бірге мен Айзбек Өткелбаев. Әдеттегідей өздеріңізге Шымкент қаласында демалыс күндерінде орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндаймыз. Мас азамат полиция қызметкерлеріне бағынбады. Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қашпақ болған ол арыққа құлап шыға алмай қалған. Салдарынан ер азаматқа жедел жәрдем бригадасы мен құтқару тобының қызметкерлері көмекке келді. Қызықты оқиға келесі бейнематериалда. Мына ер азамат полиция қызметкерлеріне бағынбаушылық танытып, құқық қорғау органдарының қызметкерлерінен қашып кетпекші болып, мына арыққа кіріп кеткен. Оқиға Нұрсат мөлтек ауданында орын алған. Белгіленген аумақта кезекшілікті атқарған жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері мастыққа күдікті ер азаматтан құжаттарын сұрастыру барысында дәл осындай қызықты жағдайға тап болған. Сколько выпил? Слышь, скажи мне, пожалуйста, скажи, сколько выпил? Жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері жедел жәрдем және құтқару тобының қызметкерлерін шақыртып, ер азаматқа көмек көрсетуге тура келді. Алайда ер азамат қандай жағдайға тап болғанына қарамастан бағынбаушылық танытудан бас тартпады. Бірлесіп жұмыс атқару барысында ер азамат арықтың ішінен аман есен шығарылған. Атап өту керек, ер азаматтың құқық қорғау органдарының қызметкерлерінен бағынбай қашудан себептері болыпты. Мас азамат көңіл көтеруді жалғастырмақшы болып, дүкеннен алкогольдік ішімдіктерді алған. Полиция қызметкерлері ішімдіктерді заң жүзінде тәркілеп, азаматқа әкімшілік шара қолданды. Звондап, психбригада көмекке шақыртылды. МЧС-тің қызметкерлерінің көмегімен азамат, 102 звондаған азамат колодистен шығарылды. Қазіргі таңда Аль-Фараби полиция бөліміне жеткізілді. Біздің келесі материалда осы оқиғаға сабақтас, алайда бұл жағдайда спирттік ішімдіктен бас айналған азамат көршілерінің мазасын алған, бірақ үйдің тұрғындары оны тәртіпке салу үшін полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгінді. Мына кадрларда ер азамат полиция қызметкерлеріне қашып кетпекші болған, алайда оның бұл ойы іске асқан жоқ. Бірнеше минуттардан соң құқық қорғау органдарының қызметкерлері ер азаматты құрықтады. Черт! Ну, сестренка, ты ж моя родная. Ну, выйди как друг. Ну, что ты делаешь? Я выходить не собираюсь, я тебе говорила. Я вызову милицию. Ты зачем ворота ломал? Викторовна, маме позвони. Я не буду звонить, Я тебя ворота просила, твои я не ломал. уговаривала. Маме позвони. Я тебе ворота новые куплю, елки-палки. Ер азамат әкімшілік полиция қызметкерлерінен бағынбай қашып кетудің себептерін іздеген. Себебі ішімдікке тойып алған мына ер азамат көршілерінің түн ұйқысын төртке бөлген. Жедел жәрдем бригадасының қызметкерлері көмек сұрайды. Дәл осындай хабарлама 102 нөміріне өткен тәулікте тіркелген. Ақ халатты жандардың жұмысына кедергі еткен ер азаматқа полиция қызметкерлері тосқауыл қойған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Шақыруым бойынша келген жедел жәрдем бригадасының қызметкерлері азаматшаға көмек көрсету барысында оның күйеуі дәрігерлердің жұмысына кедергі келтіріп, жанжал шығарған. Салдарынан ақ халатты жандылар полиция қызметкерлерін шақыртуға тура келді. Мына жүкті әйелге бізге шақырғанда біз келген кезде больныйды алдық машинаға. Күйеу бізге көруге возможность бермейді. То ананы айтады, то онаны айтады, то үйтіп то бүйтіп. Сосын сіздер көмекке шақырған. Оқиға орнына келген әкімшілік полиция тобының қызметкерлері ер азаматты сабырлық сақтауға шақырды. Сәл уақыттан соң өзіне келген ол қызметкерлерден кешірім сұрап, оған қоса жұмыстарына көмек беруге тырысты. Осымен біздің бағдарламаға берілген уақыты өз мәресіне жетті. Атап өту керек, бағдарлама Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мен әкімшілік полиция басқармасының көмегімен әзірленген. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айзбек Өткелбаев.